Келесі 477-ші есебіміз коммерсант сатуға әкелген заттарды тасымалдау үшін аптаның алғашқы 3 күн сайын 3000 теңге шығындалды. Алғашқы 3 күн сайын 3000 теңгеден шығындалған екен. Қосылған соңғы 4 күн сайын 2300 теңге шығындалды. Соңғы 4 күн сайын 2300 теңгеден шығындалды. Сонда коммерсант заттарын тасымалдау үшін апта ішінде неше теңге шығындалды деді. Көбейтіп қосамыз, нәтижесі 9000, мынау 8000, 9200 болады. Қосатын болсақ 18200-ге тең болады екен. Яғни бір аптада 18200 теңге шығындалған екен. Келесі 478-ші есебіміз. Қыздырылған қалайы суығанда оның температурасы 1 минутта -3 градусқа өзгереді. Қыздырылған қалайының температурасы Т минутта неше градусқа төмендейді? Есепті өрнек құрып алып шығарыңдар деді. Біріншісі 2 минутта деген, 2 минутта ол қанша градусқа өзгереді деді. Яғни 1 минутта -3 градусқа өзгерсе, екінші минутта ол 2-ке көбейтетін болсақ, -6 градусқа өзгереді екен. Келесі 3 минутта 1 минутта 3 градусқа өзгеретін болса, 3 минутта ол -9 градусқа өзгереді екен. Келесі 479-ші есебіміз. Автобус аялдамаға жақындағанда тоқтату үшін әрбір секунд сайын жылдамдығын -2,5 метр секундқа өзгерді. 4 секундта автобустың жылдамдығы қаншаға өзгерді? 1 секундта -2,5 метр секундқа өзгеретін болса, ол 4 секундта -10 метр секундқа өзгереді екен. Келесі 480-ші есептің біріншісін шығарайық. -12 көбейтілген x қосылған 6,7 тең 0-ге. Теңдеудің соңы 0-ге тең болғандықтан, әрбір көбейтіндіні 0-ге теңестіріп шығарамыз. Сонда -12 бізде 0-ге тең емес. Екінші жақшаны қарастырамыз. X қосылған 6,7 тең 0-ге. X-тің нәтижесін алатын болсақ, 6,7 теңдіктің оң жағына шығып кетеді де, -6,7-ге тең болады. Сонда жауабы -6,7-ге тең екен. Келесі екінші есебін шығарайық. Екінші есебінде 26,9 азайтылған x көбейтілген 8,1 тең 0-ге. Теңдеудің соңы 0-ге тең болғандықтан, әрбір көбейтіндіні теңестіріп жазамыз. Сонда 26,9 азайтылған x тең 0-ге. Сонда минус x-іміз тең болады -26,9-ға. Сонда x-іміз тең 26,9-ға. Енді 8,1-ді тең емес 0-ге деп белгілеп кетеді екен. Сонда жауабы 26,9-ға тең. Келесі үшінші есебін шығарайық. 45,9 көбейтілген 5,2 қосылған x тең 0-ге. Көбейтудің әрбірін 0-ге теңестіреміз. Сонда 45,9 бізде 0-ге тең емес. Келесі 5,2 қосылған x тең 0-ге. Сонда x-іміз тең болады -5,2-ге. Келесі төртіншісін шығарайық. -76,3 көбейтілген x азайтылған 6
тең 0-ге. Минус 76,3 бізде тең емес 0-ге. X азайтылған 6 тең 0-ге деп X-тің нәтижесін 6-ға теңестіреміз. Келесі 5-ші есебіміз минус 2,5 көбейтілген 5,7 қосылған X тең 0-ге. Минус 2,5 бізде 0-ге тең емес. 5,7 қосылған X тең 0-ге. X-іміз тең сонда минус 5,7-ге. Келесі 6-шы есебін шығарайық. 12,3 қосылған X. Екінші көбейтілген 10 тең 0-ге. 12,3 қосылған X тең 0-ге. Сонда X-тің нәтижесі тең болады. Минус 12,3-ге. Ал 10-ымыз тең емес 0-ге. Сонымен есебіміз аяқталады.